Ал сен менімен не үшін сөйлескің келді? Нара наразы жүзімен Джейнге қарады. Соңғы кездері Нара қатты ашуланшақ болды. Ол оны біреу бақылап тұрғандай барлық уақытта айналасына қарай беретін. Сен мені жынды деп ойлайтын шығарсың, бірақ менде басқа бөлісетін ешкім жоқ. Джейн мектеп дәлізіне қарап, оның және Нарадан басқа ешкім жоқ екеніне көз жеткізіп, әңгімені жалғастырды. Кеше мені кезекшілікке қалдырғандарың есіңде ме? Есімде. Мен сыныпты тазалап дәлізге шыққанымда бір қызды байқадым. Ол терезенің жанында тұрды. Шынтағын терезеге тіреді. Мен оған жақындап, оның неге мектепте екенін сұрауды шештім. Өйткені барлық сыныптардың сабақтары аяқталды. Сен маған қызбен танысқаның туралы айтқың келе ме? Енді тыңда және сөзімді бөлме. Қыз енді баратын жері жоқ екенін, пойыз көшіп келгенге дейін осы мектепте оқығанын айтты. Мен оның қиялы өте жақсы деп ойладым және де қоштастым. Одан бірнеше метр қашықтыққа кеткенде мен терезенің ашылғанын естіп бұрылдым. Қыз терезеде тұрып, терезеден секіріп кетті. Ең қорқыныштысы, оның денесі екіге бөлінді. Оның денесінің жоғары бөлігі терезеден құлады, аяғы еденге түсті. Мен қазірдің өзінде көмекке қоңырау шалғым келеді, бірақ оның аяқтары сол жерде еріп, күлге айналды. Ақымақ. Нара бұрылып досынан алыстап кетті. Кешіріңіз, маған көмектесе алмайсыз ба? Көрші кабинадан дауыс шықты. Маған еңкею қиын, мен құлап кетуім мүмкін. Мені ұстап тұруыңызды өтінемін, егер де қиын болмаса. Нара қолжуғыштың жанындағы бұрышқа сүйенді. Қыз аяғына қарай жорғалап кетті. Ол тырнақтарын плиткалық еденге қасып, қанға саусақтарындағы теріні қырып тастады. 1-2 минуттан кейін қыздарға арналған дәретханада олар қорқынышты Нараны табады. Бұл дәретханада бірнеше рет қорқынышты қыздар табылады. Олардың барлығы тек бір нәрсені айтады. Бәрі жақсы, ештеңе де болған жоқ.